Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosуды unutpangizlar. Janibek Kaspoyda o'zga qozoqmen ne uchun ayqasatini aytdi. Orta salmoqda Alim chempioni Janibek Alimxonuli Tengri sport saytine berген suhbatında sarapqa titul salınsa, kimmen bolsa da tipti qozoq boksimen de judoqtasuga dayın ekenin ma'lumdedi, deb жазады Vest. Қазіргі таңда Janibek'tin WBO және IBF belbewleri бар. Ал оның басты мақсаты 4 титулды жинап, абсолют чемпион атану екенін бірнеше рет айтқан еді. Мерем Нұрсұлтанов WBS тұжырымы бойынша орта салмақта титулды айқасқа шығуға ықтимал. Егер ал осы белбеуді алып кетсе, сіз абсолют атану арманыңыз үшін онымен айқасасыз ба? Қазақстанға абсолют чемпион керек. Қазір жанкүйерлерім маған үлкен сенім арттыруда. Барлық 4 белбеуді Janibek жинай алатынын сенімді. Қазір менде 2 титул бар. Енді барлық жанкүйерлерімді арманын орындау үшін мен кез келген чемпионмен айқасуға дайынмын, дейді Алимхонuli. Алимхонuli өз промоутерлерін тікелей зиян келетін болды. Американың есепін халықаралық спорт арнасы Top Rank промоутерлік компаниясының келісім шарттары өзетін хабарлады деп жазады Боб Арум. Негізін қалған бұл компания Janibek Alimxonulinin да ісін жүргізеді. Top Rank басқа трансляциялармен келісімге келуге тырысуда, бірақ бәрі бас тартып жатқан көрінеді. Мұның алдында Top Rank ұйымдастырған шараның орташа аудиториясы 1,5 миллион көрермен болған, бірақ кейінгі кезде бұл көрсеткіш айтарлықтай төмендегенде екен. Ресейфин спорт мәліметінше бұл бокстағы жаһандық бәсекелестіктің артыруымен байланысты. Бұл жағдай промоутерлер ғана емес, боксшылар үшін де зиян болып отырғанын айта кетейік. Өйткені боксшылардың гонорары трансляцияға тікелей байланысты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Тек қана қолдау, лайк, подписаться и комментарий. Баршаға рахмет. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.